Сәлем достар, Сладкая хобби KZ каналына қош келіпсіздер. Бүгін қуырылған баклажан жасаймыз. Ол үшін баклажанды соломка қылып турап, үстіне тұз сеуіп, жарты сағатқа қойып қоямыз. Оның қышқыл дәмі кету керек, және ішіндегі дәндері шығу керек. Одан кейін тәтті бұрыш пен ашты бұрышты міне кішкентай көріп тұрсыздар, тоже соломка қылып тураймыз. Сарымсақты сіздер может пияз деп айтасыздар, оны тоже ұнтақтап тураймыз. Помидор, яғни қызанақты кубиктеп тураймыз. Ол үшін қабығы ашылмаған помидорды ыстық қайнаған суға 1 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін үстінен крестик натрияз жасаймыз да қабығын ашып тастаймыз. Сонымен қоса чеснок, сіздерде сарымсақ деп айтуы мүмкін, ашып дайындап қоямыз. Одан басқа кориандр, тұз керек бізге. Одан кейін май керек. Ендеше қуыруды бастаймыз. Қуырар алдында баклажанымызды 30 минут өткеннен кейін 3-4 рет суға шайып аламыз. Мен баклажанды мына қазанда пісірамын. Қазанды газға қоямын. Қызып тұрған қазанымызға майды құямыз. Майымыз қызып болғанда сарымсақ саламыз. Сары түске дейін қуырып аламыз. Мен сарымсақты сарғыш түске дейін қуырып алды. Енді оған помидорымызды саламыз. Помидорды где-то 10-15 минут қуырамыз, на суы кеуіп кеткенше. Помидорымыз қуырылып болыпты, суы кетіпті, мен жан-жағында май ғана. Ендеше бұған қазір бұрыштарымызды саламыз. Енді бұрышымызды саламыз. Бұл бұрышты да 15 минуттай қуырамыз. Помидорымыз 10 минут қуырылды. Баклажанды 3-4 рет суға шайып алдым. Енді сығып қазанға саламыз. Ұнаны сығып тастау керек міне. Оны да 15 минуттай қуырамыз. Баклажанды 14 минут қуырдық. 1 минут болғанда молотый кориандр саламыз. Қара бұрыш, қанша ұнатады солайша саламыз. Қажет болса тұз саламыз, дәмін көріп алыңыз. Тағы да 1 минут қуырамыз да отты азайтамыз. Стерилизованный банкаларға салып қақпақтан жауа беруге болады. Мен бүгін жейтін болғандықтан бұны банкке салмаймын. Банканы стерилизовать ету үшін духовкамызды 100 градуске қоямыз да 20-25 минут стерилизовать етеміз. Ал оның крышкаларын 10-15 минут суда қайнатамыз. Чесногымызды да сразу сосын ішіне саламыз. Баклажанымыз қуырылған дайын. Қуырылған баклажанымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Оған ашты бұрышты немесе кориандрды салсаңыз да болады, өз еркіңізге байланысты. Егер де видео ұнаса лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар.